Суды қалай ішкен дұрыс? Отырып па, әлде тұрып па? Суды тұрып ішу көп адамға әдет ретінде қалыптасқан, бірақ бұл зиянды әдет. Өйткені сіз суды тұрып ішкен кезде бірден ол өңештен асқазанға түседі дағы, асқазанның қабырғасын тітіркендіріп, асқазанға күш түсіреді және асқазан мен өңештің арасындағы қақпақшаға, клапанға күш түсіреді. Ол және қосымша жүрекке де күш түсіреді, содан тахикардия пайда болады. Суды тұрып ішетін адамдардың ішінде мынау асқазан аурулары барларға, герб және жүректе ақаулары барлар, кімде тахикардия бар, оларға міндетті түрде байқап ішу керек. Су ішу туралы ғылымда да, исламда да бұл туралы қатаң ескертеді. Қарапайым исламда ешкім суды тұрып ішпесін. Егер тұрып ішсе, онда құссын деген хадистер бар. Сол себептен суды тұрып ішу зиян. Ал отырып ішкен кезде асқазан бос күйінде болады. Асқазанның және ішектердің жұмысын жақсартып, оларды ас қорытуға дайындайды. Одан жүрекке де, бүйрекке де ешқандай күш түспейді. Тіпті мына йога мен аюрведа іліміде су өмір энергиясы. Егер оны тұрып ішсеңіз, энергия жерге кетеді, ал отырып ішсеңіз, ол денеге таралады деп айтқан. Суды дұрыс ішу үшін міндетті түрде отырып ішу керек және жылы күйінде ішу керек, немесе комнатный температура, бөлме температурасында ішу керек және оны аз-аздан жұтып ішу керек. Осы видеоны суды тұрып ішетін таныстарыңызға таратып қойыңыз.